Зуммерлер ғой қазіргілер. TikTok поколения дейміз біз негізі. Ана Ғалымжан Кенжебек бүйтіп істеп жатыр ғой, ана тойлап неғып ше. Енді ойлаңыз, сіздің кезіңізде біреу жететін болса, шапалақ. Маған бәрі сұрақ қояды сол, не үшін шетелдерге барып демалмайсың деп. Мен демалысым жаңағы аттың үстінде, ауылда, қымыз ішіп, құрт жеп сондай. Мұхамеджанның бір үлкен плюсы бар ғой. Аяқпен қатты ойнайды. Да? Қорғаушыдан мықты ойнайды ғой. Қайрат осы жыл шықты ғой Лига чемпионовқа. Тура соны Астанамен қайталап шыққым келеді, Лига чемпионовты көргім келеді. Сіздердің бапкерлеріңіз туралы кәдімгі Netflix бір кино түсірді ғой, 2,5 сағаттық. Ваня көкеміз туралы, иә? Көрдіңіз бе жалпы? Сіз де сол кісінің түлегі екенсіз. Ойын алдында кругқа тұрып атқан кезде қазақшалап тұрып, қайырып тұрып, ұрсып тұрып бізге айтады. Сол намыспен ойынға шығамызда 90 минут бойы сөйтіп намыспен өтетінбіз. Ассалаумағалейкум, құрметті Фон Тим арнасы көрермені, құрметті достар, бізде кезекті эксклюзивті шығарылым. Таныстыруды қажет етпейтін футболшы келіп отыр бізге. Қақпашыларда футболшы ғой? Баратарист деп таныстыру керек. Мұхамеджан Сейсен, ұлттық құраманың ойыншысы және Астана футбол клубының футболшысы. Қош келді. Елдостың інісі. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Ерсіннің, жарайды, Ерсіннің де інісі. Сенің де інің деп таныстырып жатырмын. Иә. Сондай оқып қалды ғой. Сондай оқып қалады екен, да? Қалайсыздар, жағдайыңыз қалай? Бәрі жақсы. Қазір демалып жатырмыз, үйдеміз Таразда. Астанаға келіп қалдық. Көріп жатырық демалып жатқаныңызды. Демалып жатқан жоқсыз-ау негізі. Көкпардан көкпар қоймайсыз ғой. Маған бәрі сұрақ қояды сол, не үшін шетелдерге барып демалмайсың деп. Мен демалысым жаңағы аттың үстінде, ауылда, қымыз ішіп, құрт жеп сондай. Қора жақта. Қорада. Тамаша ғой. Ол да бір жақсы демалыс. Хобби ғой, хобби. Бірақ енді бұл жерде бірден ашып алатын сұрақ бар. Неге көкпар жауап жүрсіз? Бұл травма опасный ойын ғой негізі. Сіз қанша дегенмен ұлттық құрамада ойнайтын қақпашысыз, контракттарыңызда жазылмаған ба? Осы уақытқа дейін қанша шауып келе жатырмын. Бірде-бір тренер тегі былай шаппа деп айтпапты. Қазір Астанада да үйтіп шаппа деп айтқан жоқ. Бүкіл жерде видеолар шықты ғой жақында осыдан 1-2 апта бұрын. Сол кезде үндеген жоқ. Бүкіл пабликтар салды, маған ешкім ештеңе деген жоқ. Үндемесе шауа беремін дейсіз. Тоқта десе тоқтаймын. Андай, анау Англияда андай ғой. Поло ойнайтындар ма былай? Жоқ, клубтар. Лига чемпионов қарағанда АПЛ-ға мән береді ғой. Не үшін мән береді десің ғой? АПЛ-ды ұтуға тырысады ғой деймін да, ағылшын. Не үшін? Не үшін? Ол жақта қаражат көп қой енді. Иә. Көкпарда сондай шығар деп ойлап тұрмын. Мен футболға қарағанда ше, жағдай тез жасауға бола ма көкпарда? Я Мұханың өзі бірақ нағыз көкпаршы бар ғой. Бірақ футболда бұрын көкпармен айналыстың ба кезінде? Кезінде, жас кезде ауылда өстік қой. Аттың үстінде тай үйретіп. Көкпарда тем более сіздікі жаңағы еңкейсіз. Алдыңғы атта жүресіз. Артында. Артыңғы атта жүресіз, еңкейсіз. Ондай негізі сирек кездеседі ғой жалпы. Сирек кездеседі. Жақсы еңкейетіндер аз ғой негізі еңкейгіштер. Жақсы еңкейем деп айтпаймын, бірақ орташа уровень ғой. Рас айтамын, Тараздың бүкіл футболшылары Таразға барған кезде, демалысқа барған кезде Мұхаға звондаймын. Прикол келіп қойған айтпаймын, қойшы. Бірінші келіп отыр ғой. Орташа деңгейде еңкейем дегенге ше. Әдем келді. Айта бер, кесіп алыңдар. Неудачный болайын деп тұр, айта сал. Жоқ, жағалмайық. Айтшы. Жоқ, ол жарайды ғой, ол елдостарға, елдос болса айтуға болар еді. Футболда солай ойнадың ғой деген сияқты ше. Орташа деңгейде деген сияқты. Мұхамеджанға кемейден ондай. Ұлттық құраманың қақпашысы. 6 ойын өткізіп ұлттық құрама сапында. Жақсы. Енді Астана футбол клубымен қалай ары қарай? Келісім шартыңыз бар ғой? Қазіргі таңда иә, келісім шартым бар. Бір жылға? Осы айдың соңында бітеді. Біте ма? Одан кейін ары қарай сөйлесіп жатады шығармыз. Осы жерде сен кіріп кетесің. Сұрақ бер. Елеке, ініңіз дедіңіз. Жайлап көбейтіп атсыз. Келесі бағдарламада Жұмат отырады деңіз мына жерде. Бұйыртса, ана жақта Зайнудинов отырады деңіз. жайлап көбейсін деңіз. Өзіңіз байқап атқан шығарсыздар. Ол жеке керемет отырмын да. Бостан, кішкенеш. Інісі бардың, тынысы бар дейді ғой. Ағасы бардың, жағасы бар дейді. Сол сияқты Мұхаға жаңа келген айтып отырмын. Біз екеуміз бірге келе жатыр, қандай болады, қандай сұрақтар болады. Мен айтамын да, Мұха бұл кәдімгідей үйде отырып, шай ішіп отыратын отырыс деп ше.
Біз өзіміз білмейміз негізі қандай сұрақтар болатынын. Сұрақтан Біз дайындалмаймыз негізі. Жай келеміз, сөйлейміз, импровизация емес негізі. Импровизация деуге де келеді. Мұхамеджан, енді шын жаңа көкпар деп жатырмыз ғой. Қорықпайсың ба ертең мына футболда карьераң осы көкпар бір кері әсерін тигізіп алмай ма деп шынымен де жаңа Олжас айтқандай өте қиын спорт білеміз. Ол жерде алыс жұлыс қамшымен ос жіберетіндер де болады байқамай. Енді сен енді ұлттық құрамаға керексің, қазір Астанаға керексің. Осы жағынан енді өз-өзіңе бір сұрақ туындамай ма? Көкпарға барған кезде мысалы менде бет алды шаба бермеймін ғой. Жай ұрыңдар дейсіз ба? Мен барған кезде мысалға погоданы қараймын, жерді қараймын қалай екенін. Мысалы погода қатты қар жауып тұрса уже атты да қараймын. Атты барып настроениесіне қарайсың да, егер де ат мығым болып, жақсы болып, тұяғында қатты тұратын болса, секіріп мініп аламын. А егер де аттың настроениесі былай болып тұратын болса, уже шетет сырт жақта жүре беремін. Оны өзің сезесің да, көресің да, іштей білесің да аттың жаңағы өзін. Шабында стилі бар ғой, түсініп отырсыз ба? Негізінде ат шетінен бақылап жүресіз ғой, былай шеттен тамашалап жүресіз. Негізінде жаңағы тойлар болатын болса, өзіміздің достарымыз шабат сияқты үлкен тойларда. Соның қастарында бақылап, тамашалап жүреміз ғой. Қызық көрген ғой. Дәл көкпар. Көкпар да сондай ғой өзі негізі. Бірақ мен бір көкпарды түсіне алмай кеттім бар ғой, шын өзім бар ғой. Бізде енді біз жақта да шабат, Жаңаарқа жақта. Сарыарқа ғой енді бізде көп шабат. Кезінде андай нелер бартын бізде анау Ағой деген жерде жолдың бойында анау дөңгелектерді оқып қоятын еді ғой. Ненің шина ма? Машинаның шиналарын қойып қоятын. Трактордың сондайларын қойып қоятын алаңдарды көреміз жолдан. Бірақ онымен қазір шаппайды, қазір неге? Ол командалық көкпар ғой сенікі. Жоқ, командалықта да қазір ондайға травма опасный деп шаппайды ғой. Қазандықты алып тастады ғой. Қазандықты алып тастады ғой. Алып тастады, иә, сол. Көп кісілер жаңа соған барып соғылды, аттар төңкерілді. Одан кейін Қазақстанда оны алып тастады, қазір шеңберге, жерге шабады. Иә, мен бірақ енді соны көремін ғой видеолардан, бірақ түсінбей кеттім. Бірақ оның ойнағанның өзінің бір кайфы бар ғой, негізі, бір ләззаты бар, Бар ғой, бар. Енді футболға оралайық, жалпы футбол не болып жатыр? Астанада әлі барсыз. Бармыз. Келесі жылы ойнайсыз. Бар Алла болады. қаласа. Астана жайылып не болып жатыр? Біраз жабылады, ашылады, бір жабылып, бір ашылып. Мен өзім бейхабармын. Енді өзі Таразда жүрсің. Таразда демалып ат мініп жүрген адаммын. Негізі сбордың уақыты бар ма? Жиналамыз деген бір уақыт бар ма? Пока әлі айтпай отыр. Айтпай отыр ма? Сіз мына жақтан жайлап екінші вариант қарастырып отқан жоқсыз ба? Жоқ, ондай вариант қарастырып. Жоқ, мынау өйткені Тараз біраз жинап жатыр еді ғой. Олан Қонысбаев барады дейді, Дидар Сыздықбек барыпты. Ол бірінші лига ғой, бірінші лигаға ойнамайтын жер. Енді мынандай болады ғой, Таразды құтқару керек болып тұр ғой. Келесі жылы құтқарады. Өзі шығып жатса, премьер лигаға. Енді шықпаса ше. Шықпаса құтқарады. Елекең барады дегенде бір сыбыстар бар. Не дейді? Кім дейді? Ой дейді айт. Фифи деп қоймасын. Кешірем бері фифа жасамай жатырмын ғой соны. Фифи деген уже жоқ қой. Физиотерапевт болып деп жатырмын сізді. Марат деп жатырмын. Рахмет. Қалай жалпы енді Таразда жүрсің ғой енді, ол жақта футбол не болып жатыр? Таразда қазір Дидар Сыздықбек ағамыз келді. Қазір енді бәрі өз орнына қояды деген ойдамын. Оны қолдайды деп ойлаймын. Тараздың жаңағы көрермендері, болельщиктері алдына қойып жатқан мақсатына жетеді деген ойдамын. Тілектеспін Тараз командамыз премьер лигаға шыққанға. Тараздың өзінің сол жақта енді жергілікті өзінің ақсақалдары бар ғой футболда, футболға егелік ететін жаңағы. Ол кісілердің одобрениесімен келіп отыр ғой. Дидар Сыздықбек. Ол қалай келіп жатқанын білмейді екен. Енді батасын алатын шығар бәрі. Енді ол кісілермен кездеседі ғой. Қазір ептеп жаңағы мини футболда ашылып жатыр екен Таразда. Соны ақырында бәрін реттеп болғаннан кейін ол кісілерден бата алады ғой. Ордабасыға да кейін сол чемпион болған жыл барған кезде жаңағы жанкүйерлер бұрынғы генералдар, сондайлар екен ғой негізі. Солар кәдімгі влиять етеді бапкерге, жалпы ойыншыларға келуіне, кетуіне деген сияқты. Болды ғой олай. Ордабасы чемпион жыл мен болдым ол сияқты. Иә, білемін ғой. Жылдың басында болды, кәдімгі қой сойып, Құран оқытып, үлкен кісілеріміз келіп бата алғанбыз. Тамаша. Тағы да бір қой сою керек болып Шахтердің ізімен келе жатыр ғой, кезіндегі. Селтик тұтқан кезде. Селтик тұтқан кезде. Мен сатқам сол қара қойды. Қойыңызшы. Саудамен ашып жүрген кездер ғой. Ел қазы берген деп түк қақпайтын болсын. Сөзде ол жеке елекең кәдімгідей кәсіпкер екен ғой, жан-жақты. Көре алмайды ол кісіге айтпаңыз. Айтамайын ба? Бұл аузымен айға барып біледі бұл қазір. Жалпы қазір айға ұшқан мен дейді. Енді күлімдей бастады мен Мұхамеджан. Енді настроение көтеріле бастады. Айлық қанша десе. Жаман санай белді. Бұл кісінікін білеміз уже.
Біз мына жерде отырамыз, бұл кісі паттаяға барып келеді. Сондай ғой. жоқ, бұл кісі көре алмайтын шылығы бар енді. Бірақ сондай да. Бірақ Мұхамеджан- жағдай айналып кеткен. Анау сіздердің бапкерлеріңіз туралы кәдімгідей Netflix бір кино түсіріпті ғой, 2,5 сағаттық Ваня көкеміз туралы, иә? аха. Көрдіңіз бе жалпы? Сіз де сол кісінің түлегі екенсіз. Көрдім. Бірақ Netflix түсірген білмейді екенмін. жоқ бұл айтып отырмын ғой ауызбен Жоқ, өзімізді YouTube'ға көтерейік шыққанын дегенім ғой. көрдім, иә. көрдім. Жақсы. ауызбен жұмыс істейді. Соңғы не осы премьер-лига деңгейінде ойнап жатқан сіз ба қазір? Кейіннен шыққандар, Жұмат бәріңіз бір Біз поколение. аха, Жұмат, Димаш. Қараман, Димаш бар. Ғалымжан Кенжебек бар. Көп қой біз. Соның бәрі дядя Ванядан шыққандар ғой. Аха. Ол кісіні мен қазақша жүргізетін сіздерге. Қазақша аха. Сізді мектептен тауып алыпты, ол мектепке қалай келді? Бізді жаңа мектепте бірінші, екінші класста, бірінші класс оқып жатқан кезде хабарлама берді. Осындай кісі келе жатыр, Иван Михайлович келе жатыр, и барлықтарын жиналып футбол ойнау керек деді. Келесі күні азанмен бардық, футбол ойнадық, сол күн арасында кім былай жүгіріп кішкене допты теп алады деген 10 баладай болды ғой сол кезде. И сол кезде жаңа ініміз Жұмабек Абылайхан бар, ол да. Ол жас кішкентай болса да бізбен жүре беретін жаңа. Екі жас кішкентай ғой. Бірақ біздің қасымызда жүрді, сол мектепте де бірге ойнадық, сол кезде бәрімізді алды, таңдап. Бір 100 оқушы болған жер, соның ішінен 10 игрокты алды да, бізге сыйлық берді сразу. Тарелкасы бар етін, бір Америкадан алып келген ол. Және де үлкен бір плакаты бар етін. Азияның жаңағы біз бар, Өзбекстан, Қырғызстан флагтарымен сол есінде бар. И ортасына доп тұратын, сол екеуін берген етін. Сөйтіп қызықтырды. Сіз Сіз ол кезде бірақ қақпашы емессіз. Ол кезде жоқ. Шабуылдасыз ғой. Аха, шабуылда. Шамамен. Мұхамеджанның бір үлкен плюсы бар ғой. Аяқпен қатты ойнайды. Да? Қорғаушыдан мықты ойнайды ғой. Техникасы, топтың алдында 2 казань ойнаймыз ғой. Енді мақтаған емес, шындық Енді қой, сіз көрермендер. шабуылшы болсаңыз қақпашы қалай болып кеттіңіз? Сол дядя Ваня өзі айтты ма? Ол да бар, бір жағынан жаңағы бір өзім досым бар, Арман Боданов деген. Оның үйінде жаңағы өзінің проблемалар болғаннан келе алмады бір жылдай. Сол уақытта жаңағы біз өзіміз Сулифа жасап, жаңа қақпаға тұра қаламыз ғой. Сол тұрған кезде жаңағы Сулифада ұтылып қалған отырсыз. ұтылып қалдым. Сол Сулифа шешіп тұрмын. Сулифаның өзі көрдің бе тағдырына қалай әсер еткен? Тұрамында жаңағы тебет, көзім жұмамда секіріп қайтарып қаптым сөйтсем. Сол кезде тренировканы тоқтаттым ба, бір нәрсе болды. Келесі күні қолғап жаңағы үстіме киімдер вратарский мәсін бірінші номерге киіп үйге барып қуанып барып отырсам, папам сразу қайтарды ғой. Қақпаға апасы тастады деді ғой. Сонда футболшы болғанды қаламады ма или тек Жоқ, қақпаға тұрма деп жатыр да енді папасы. шабуылшы бол деп жатыр ғой сонда. Дядя Ваня сізді алмады ма? Сіз де одан Мен үлкенмін ғой. А, Олар ол кісі біздің, жоқ па? одан мұхалардан еще үлкенірек группа болды дядя Ваняда. Алмаған ғой, алмаған. Баториктар. Футбол шықпайды деп ойлаған ғой. Сіздер енді кішілік етіп қалыпты. Сол айтам. Мен сұрап жатырмын, ол өз жауабын айтып жатыр да. Кішігірім бір қисығы бар, иә, бір. Жоқ енді Жандос Ахметовті алған болуы мүмкін, бірақ Елдос тамаған шығар деп Ол кісі енді бір Ермаш сияқты болғысы келеді да, тартамайды да. Айта беріңіз сосын. Ол жеке сіз енді бір ішіңізде жүрген бір сұрағы бар. Ол жекеңнің, бірақ оны мен қойын. Анау атты да, саған дарит еткен ат бар ғой бір, сыйлаған атты. Соң ол жеке бір сұрап жүрген, ол ат қайдан келді, кім берді? Өткен интервьюдан кейін берді ма? Берді ғой. Берді ғой, сол атты ол жеке қойғысы келіп жүрген, мен бірақ ол сұрақты аузынан жұлып алып, мен Мен одан да мықты эксклюзив білем негізі. айтсаңшы енді. Ана Көкпар Федерациясының президенті бар ғой бізде. Анау Республика партиясының несі бар ғой, мүшесі. Қожаназаров. Сол кісі ат берем деген екен сізге. Сен кейін бір кейінге шегеріліп қалды ма, бірдеңе негізі сол сұраққа ашық қалып кеткен негізі. 4-5 миллионның атын берем деген әңгіме шыққан негізі. Соны Аслан Қаженовтен сұрау керек, не арта не болып кетті, неге сұйылып кетті деп. Бірақ бір ат берілді ғой Мұқай. Бұл әңгіме білмейді екен. Мен Бірақ жалпы жаңағы қалдым десейші. Енді машина беріп жатыр ғой қақпашылардың. Әулиетан Қазақстанда жаңағы Әулиетан басшысы бар, Нұрдәулет Момынов деген. Иә, білемін. Көкеміз Тараздағы. Ол кісі бұрыннан бері кезіндегі лазер деген ат. аха, егесі, қаншама аттары бар, жаңа қаншама аттар, баққа мықты аттар. Сол кісі бір күн үйіне шақырды. Сол кезде бізде Алаш деген ат бар. Ол Шымкентке 35 миллионға сатылған Тараздан. Бақтияр Тоғайбаев деген ағамыз бар, сол кісі де болған ол кісі. И Мейрамбек Беспаевтың көкпарынан кейін бірінші салым, өзім досым, Құрманбек Тұрғанбек 1 миллионға салым салады соны. Сол көкпардан кейін Шымкентке 35 миллионға сатылады.
сол аттың баласы менде қазір. Линиясы мықты. Линиясы мықты. Суретке онша емес. Суретке онша біз емес. Олжеке екеуміз отқан кезде ана ат бір ракурсы дұрыс болмаған ба, жаңағы мобилограф онша болмаған ғой. атты астан алған ғой негізі. Мен жаңағы сол інімді алдым үйдегі. Маған берем деп айтты. Түнгісін жаңағы сол кісінің үйінде болдық. Одан кейін үйге барып машинамды от алып сол жаққа шықтым да інімді ғана алғанмын ғой сол. Інім қолын дірілдетіп түсірді ма сондай болып Толқып тұрған ғой енді алдай атты көргеннен кейін. Енді бірақ Момынов көкеміз мақтап қойық. Иә, келіп сондай көңіл бөліп Мұхамеджанға сондай бір ат Бір ауыз, иә, Мұхамеджан сенің әзіл аралас айтқан сөзіңді елеп ескеріп ат сыйлап отыр ғой негізі. Македониямен болған ойыннан кейінгі әңгіме ғой негізі. Сол содан шығып кетті ғой. Кезінде сұрау керек еді деп қуаныш жасашы. бір ойын жүріп тұрған кезде сұрақ қойу керек. Хотя бір билік алу керек еді деп па. Осылай. Енді доллардың құны төмен ғой кезде. Иә, ол кезде төмен. Қайта мен қарсы ұшты. Жоқ заман ғой кезде. Самокат деп бір бәле деп айтқан жоқсыз. Конечно. Жоқ заман ғой кезде. Иә, дұрыс қой. Жоқ, бірақ сіздер де лайық болдыңыздар енді ол кезде. Шыны керек. Қазіргі меркімен есептесек. Мен ойықта қалай информационный. Левандовскийді жамбасқа лақтыру бір машине мысалы. Сондай болды ғой. Мен өзі 4 машина мініп берген ғой. Ол кезде ондай байлар жоқ еді? Хайп жоқ еді. TikTok жоқ ол кезде. Ол кезде қатты. Қайраттың чемпиондар лигасына шыққанымен басталып кетті. Қақпашылардың әңгімесі негізі. Дұрыс айтасыз. Қатты ойнап кетті қақпашылар. Неге қатты тұрып кеттіңіздер? Менің ойымша жаңағы Лига чемпиондарда қарсы ойнап жатсаң, мықты командалар қарсы ойнайсың ғой. Ол кезде біздің жұмыс көп қой. Соның арқасында деп ойлаймын. Сборныйға барасың, тоже жұмыс көп. Негізі Астанаға келген кездегі ең бір есте қалған ойыныңыз бірінші қателеспесем Пафосқа қарсы ойыны. Пафосқа. Сырт алаңда, иә? Аха. 11 сейф бет. 11 сейф болды да, аха. Символикалық құрамға кірдіңіз. Символикалық құрамға кірдім. Сол матчты мен жүргізгенмін айтпақшы. Міне, ол жеке. Бір сұрақ мен мазалады да. Мысалы, сен Астанада жүрген кезде бір өзіңді сол матчтан кейін жаздың ғой Инстаграмға, иә? Кешірім сұраймын деп бір не болды? Бір ошибка болды сол кезде. Білесің ғой, иә? Содан кейін жеңіспен ойында, иә? Содан кейін жалпы өзің қандай сезімде болдың? Қоғам сондайды қалай бағалайды екен? Жерден ап жерге салды ма, әлде бір қолдағандар болды ма сол кезде? Сенің ойыныңа қалай әсер етті? Мен ойладым негізінде, сіз айтып отырсыз ғой, жерге алып жерге салады деп. Бір адам өйтіп жазбады, өйтіп айтпады маған бетіме келіп, ешқайсысы өйтіп айтқан жоқ. Мен бірақ сол 70-ші минутта алдым деппін ғой, жаңа қателестім, қолымнан шығып кетті. 71-де гол кірді, сөйтіп саналып, жаңа қуанып жатыр ғой. Как будто өтірік сияқты, как будто. Жерде отырмын, басым төменге түсіріп алғам. Өтірік сияқты ше. Сен алмай жатырмын да, қалай ол оп-оңай допты ұстай алмай қаттым сен. Жерге түскеннен кейін қатты сырғанап кетті, қолымнан айналған кезде жіберіп алдым да, сол гол кіріп кетті, бір жерден бір тұрғым келмей бір басымды көтеріп свистокты берді, сол 72-ші минутта кейін тұрдым да жүгіріп кетіп қалдым ғой шынымды айтсам. Бір сондай бір жаман болды іштей ше. Ол ойыннан кейін де тегі көп ұйықтай алмай ойландым. Бір-екі күнде қиын болды. Болельшілерден кешірім сұрадым, бапкерлерден кешірім сұрадым, бірақ мен ойладым, жаман болады деп. Керісінше бапкер қолдады, бүкіл Астана қолдады. Жаңа болельшілерге рахметімді айтамын. Қолдағандар. Сіздер міне отырсыздар, сіздер де қолдадыңыздар, сіздерге де рахмет. Қателіксіз болмайды ғой. Иә, футбол деген өзі сондай спорт қой. Кім аз қателік жасайды, сол ұтады. Сол кезде қателік болды, сол кезде 3-2 ұтылып қалдық біз. Былай қарасақ, кейін чемпиондыққа тікелей әсер еткен болып тұр ғой, сол үшін. Ол да бар. Астанадағы бәсекелестік қалай болды сен? Биылғы сезонда қақпашылардың, жалпы өзіңнің бәсекелестерін қалай бағалайсың мынау командадағы қақпашыларды, Чондричті? Жақсы. Жақсы. Жұмыс істеп жатырмыз. А вот біз жаман бағалаймыз. Тұра тұрыңыз осы жерден. Осы жер тоқтайықшы, иә. Жоқ, мысалға Чондричта да элементарный қателіктер өте көп та. Бірақ маусым соңында Чондричті қойып отты бас бапкер. Сондай кездерде неопределенность болған кезде мысалға қалай іштей өз-өзіңізді сабырға шақырып қалай ұстайсыз мысалға? Қиын ғой негізі. Қақпашы деген ондай позиция емес қой, ауыстыра беретін. Ол қою керек болды. Ол кезде как раз не болған еді, жаңа Северный Македонияға үйге келдім. Ойыннан кейін кішкене жарақатым бар еді аяғыммен. Үйге келген кезде жай сөйлестік, бапкермен осылай, бірақ шығуға дайынмын дедім. Сол кезде дайын болған, ештеңкесі ауырмай тұрған Чондричті қойды ғой. Жарақат болды сізде азар, маусым соңына қарай. Аха. Енді осыған байланысты бір сұрақ қойғым келеді, бірақ оны саған қоймай қойын. Елеке, сізге қойшы, енді Астанамен қатты не жоқ қой қазір. Мынау командада капитан бар ғой, Томасов деген. Соның ықпалы бола ма? Чондрич енді хорваттардың ойыны бір-біріне
погода өзгерді ме? Енді прям былай ықпал береді деп айта алмаймын, бірақ енді Томасов 10 жылдан бері сол бір клубта ойнап келе жатыр. Бетке ұстар футболшы, және де бір өзінің бір Мұхамеджан өзі де біледі, бір шешуші голдарды да соғып кете алады. Ойының шешіп кететін адам ғой. Бірақ ықпалын тигізеді деп айта алмаймын. Бірақ өзінің көңілін бір айта алады деп ойлаймын. Бапкерге. Өйткені сондай нәрселерді біз жүргізесің, көргенде байқайсың да кейде. Чондрич шықпайтын матчтарда болады кейде ше. Осы келесі ойынға шықпайды ау деп бір ойлайсың, бірақ ол қасқайып тұрып енді оның астында ойнап жатқан Бартолец те бар мысалы. Калаица, Бартолец бәрі ортадағы ойыншылар, хорваттар. Жалпы жаман футболшылар емес бәрі, бірақ енді Мұхамеджан өзі біледі, ол менің ойымша бәсеке. Екеуінің арасында, Чондриштің арасындағы бір конкуренция деген ол футболистқа ең үлкен нәрсе. Өйткені ол әрбір жерде конкуренция болғаннан кейін сенің дәрежең өсе береді. Енді ол клубты қоя тұрып ұлттық құрамаға келетін болсақ, Анарбеков пен Мұханты екеуінің дәрежесі бірдей, екеуінің де өсуіне жолдары ұзақ. Сол сияқты бір-бірін көтеріп, тек қана ары қарай алып кететін, ол өздерінің қолында. Жоқ, хорваттармен мысалға қарым-қатынас қалай қазақтар арасында, жақсы ма? Жақсы. Бір-біріне сыйлық беріп жібереді. Мен мысалы Чондриштің өзімен өте жақсы отношениям. Өткенде анау неге келді ғой, Хорватиядағы ойынға? Ойқа келді. Загребтен келіп отыр. Загребтен 4 сағаттық жерден келіп отыр. Астанада жүрген кезде де жаңағы чай ішіп, тамақ ішіп. Бір-біріне сыйлық беріп жүреді ғой. Атқа шақырған, атқа мінгізген Астанада. Көрдіңіз бе? Ондай не жоқ. Бәсекелестік. Иә, жаңағы алаңда. Алаң сыртына шықса, дос бер. екеуміздің де задачамыз бір ғой. Медальге бірінші орын алу. Бір-бірімізді қолдаймыз. Жақсы. Енді ол сен сұрағың келетін болса, хорватты қолдау, қазақты қолдау заңдылық нәрсе. Түсінікті нәрсе. Шаңырақ қарау керек қой просто олар. Әне. Мұхамеджан, анау жақында не болды ғой? КФФ Awards болды ғой. Сен суретіңді көрдік сол кезде, үздік қақпашылардың қатарында болыпсың. Оны Анарбековке берді. Сосын мына жерде Ермаш көкеміз біраз соны сынап видео түсіріпті. Негізі Салай дейін де мықты ойнаған дейді. Негізі сен де айтып өтті сол кезде. Жалпы сен шақырды ма сол кешке? Жоқ, шақырған жоқ. Сен болуың керек сол үміткерлердің қатарында болған. Алатындарды ғана шақырады да. Кімді келді ғой, жаңағы Қасымдар да келді ғой. Ол осы бос болған келе саған. Олар Астанада болған шығар. Мен таразда едім. Енді өзің қалай қарайсың? Жалпы енді мен бұл жерде біреуді түсіріп, біреуді көтер деп айтпаймын, бірақ өзің енді жанкүйер ретінде КПЛ-дің ішінде жүргенде үздік қақпашы кім болды биыл? Сенің ойыңша? Мен дей берсе. Мен десең разговор жоқ. Тимаға берді. Көрдік, Тимаға берді. Тима өте жақсы бала. Молодец. Осы жұмыс істеп жатыр. Біз көреміз ғой, сборныйға барған кезде қалай жұмыс істеп жатыр, қалай еңбек етіп жатыр. Осы Қайратты да мысалға Лига чемпионовқа шығарды, пенальтилары бар, жаңағы менің ойымша справедливо деп ойлаймын. Жаңағы количествоға қарасақ, жаңағы Нұрымжандар анау кімнің Оқжетпесін қақпашылар көп ойнаған ғой. Егер де ойын жағынан қарайтын болса, менен де көп ойнағандар бар. Мысалға Нұрымжан бар, Қайсардағы, Қажымұхан бар. Бұл жерде неге қараған білмеймін, бірақ Тимаға беріп отыр. Тимамен екеуміздің отношениямыз өте жақсы. Сборныйда келіп сұрайтыны бар, жаңағы мен одан сұрайтыным бар, ақылдасып отырып, ешқандай не жоқ. Тек сәттілік тілеп, екеуміздің де задачамыз бір, ойынға шығып отыру болды. Тамаша. Сіз негізі осындай бір атмосфераға бұрыннан үйреніп қалған сияқтысыз ғой негізі. Шымкентте де мысалға сіз шақырған кезде нөмірі бірінші боласың деп шақырды ма? Жаңағы Тараздан бері басталды ғой бұл нәрсеміз біздіңше. Жаңа Елдос ағамызбен бірге ойнадық сол кезде. Таразға жаңағы ойын алдында кругқа тұрып атқан кезде қазақшалап тұрып, қайырып тұрып, ұрсып тұрып бізге айтады. Сол намыспен ойынға шығамызда 90 минут бойы сөйтіп намыспен өтетінбіз. Ордабасыда Асхат ағамыз болды. Жоқ, сіздер бәсекелестік Бекхаммен болды ғой кезде. Шақырған кезде сіз нөмір бірінші боласыз деді ме, немесе ротация екеуің ауысып? Біз ауысып ойнаймыз деп айтты. Ауысып ойнаған қалай екен? Болады екен. Чемпион болдық ауысып ойнап. 3 қазақ болдық. Жасымыз жоқ, содан кейін енді Астанаға ауысқаннан кейін де тура сол жалғасып келе жатыр ғой, әлі жылдар бойы дегенім ғой. Ордабасыда байқасаңыздар, 2 ойыннан ойнадық. Контрагентімге сөйтіп айтты маған, 2 ойыннан ауысып ойнайсыңдар деп айтты. Астанада болса, өйтіп айтқан жоқ. Кім өз-өзін көрсетеді, сол ойнайды деп айтты. Маған бапкерім айтты, Константинович. Кім қалай көрсетеді тренировкаларда, сол ойнайды деді. Ол кісі де бәрі сондай. Негізі Қостанайға кетіп баратыр едіңіз. Қостанайға? Пойыздан түсіп қалдыңыз ғой. Жоқ, үйде болған мен.
мұхамеджан анау енді қазір маусым басталады ғой, жайлап дайындық басталады ғой енді. Бір звоноктар бар ма, бір ұсыныстар бар ма? Кім екенін айтпасаңыз да жалпы. Командалардан көргісі келетіндер бар. Уайым жоқ, Астана болмай қалса, басқа жақ бір команда болмай қалады деген жоқ онда. Жоқ, Астанамыз болады ғой. Қандай командалар көбейді қазір. Мысалы, қандай тарихы бар Астананың. Қанша мәрте жаңа лига чемпионы шыққан, қанша мәрте жаңа ұтқан, қателеспесем 9 мәрте ұтқан чемпионат. 7 рет па? Алла қаласа 2 мәрте ұтамыз иншалла. Сол кезде осы сөзді кесіп қоямыз иә. Сосын мынау сұрақтан сұрақ туады, қараңызшы, өте маңызды сұрақ. 16 командаға ұлғайды ғой енді, ол жақсы ма, жаман ба негізі? Бізде түсінбей жатырмық. Шынымды айтсам, мен футбол бастаған кезде 12 команда етін. Иә. Қазір алдағы уақытта көреміз, ештеңе айта алмаймын. Бұндай да ойнақ көрмеген. Футболшы Бірақ дефицит. бір жағынан 15-15, жаңа өзің санамағанда 30 ойын болады. 30 ойын. Жаңағы қазір ерте демалысқа шығып кеттік қой. Қазір осы уақытқа дейін ойнаймыз деген ойдам. Ноябрьдің аяқ жағына дейін. Тонуста болу үшін жақсы ғой. Декабрьдің басына дейін ойнаймыз деген ойдам. Ойындар созылып, үлкенірек болып, кубок бар. Тамаша, міне осындай негізі бұндай түсініспеушілік болып жатыр да қазір 16 команда қалай болады ол. Бізден мына жақта солтүстікте қыс ерте түсіп кетеді, ол қалай болады деп. Мұхамеджан да айтпақшы. Сіз сияқты PlayStation ойнайды. Мен бұл кісіні білем мен. Білесіз бе? Бұл кісіні білем, бұл кісі бобниласым ғой. Бобнилас, қиықтас. Сіздер білмейсіздер мысалы. Біраз білесіз ғой, не? Екеуіңіз ойнадыңыздар ма не? Айтуға болмайды. Қойыңызшы. Бұл не деген құпия? 3-4 жылдан кейін айтамыз оны. Қандай қызықтар болған. Бұл кісі ертең жарысқа қатысайын деп отыр, КС турнирі. Қатты ойнайсың ба жалпы? Қатты ойнай алмаймын. Кезінде ойнағам. Үлкен футбол бастаған кезде бәрін қойып кеттік қой. Дұрыс. Оға дейін бәрін ойнайтынбыз. Мынау Counter Strike деген негізі жақсы ойын. Мынау енді Құдай сақтасын енді, бірақ бір жағдай болып қалса. Қой, айтпашы болды. Бір-екі моликпен аслептап шықпаймыз ба мұқы, Мына кісілер істейді сонда мысалы. Отырады просто. Біз подкаст түсіреміз. Подкаст түсіріп, сырттан айтып, біз бір МК-мыздап шықпаймыз. Біздікі тренировка. Адам мылтықты бүйтіп түсіретін қандай? MVP ма қалай? Екеуміз ертең митқа шықпаймыз ба, бірдеңе болып қалса. Сондықтан да үйреніңіздер, ол да негізі керек болады. Сіз қатыспайсыздар ма? Сіз негізі мұқа қатысасыз? Құдай сақтасын. Қой, жындының зандыраға келеді деген. Мен ойынды айтып Оттай жатырмын. берме. Ойынды айтып жатырмын. Әйтсе Астанада мит жоқ қой. Мит деп ойынды айтып жатырмын. Ойында бар мит деген жер. Енді бізде негізі подкаст былай енді матчтар талқылаймыз, бірақ осындай футболшылар келген кезде енді көбіне интервью болып кетеді, сұрақтар болып кетеді ғой негізі. Кеше Бағдатпен де солай болды. Осы формат нормально ғой негізі. Келеді ғой, болды. Сонда Мұхамеджан, сен футбол ойнайсың, көкпар тартасың, бовни ойнайсың, КС ойнайсың. КС ойнай ма? ПС ойнайсың. Тағы істейсің. Екеуі қосып. Екеуі жеті өнері аз болып тұр. Бұндай негізі сирек футболшылардың ішінде. Кітап оқиын, listen to music деп ұра берсін. Reading book деп. Сондайлар айтады. Кітап оқиды. Көргем 2-3 мәрте. Енді уже қанша 5 қыр-сыры бар ғой. Мықты. 8 қырлы, 1 сырлы. Үлгі болатындай екенсің. Базар жоқ. Тараздың бәрі сондай ма, жігіттері? Бәріміз даратылға. Камераның ар жағында отқан кісілердің бәрі Таразский бар. Отыр екен. Просто Арсеналдың фанаты да. Сол ғана не болып тұр ғой. Бюкерест па жаңағы сол сияқтыларды айта берсең бәлем. Еуропада Реалға қанша болды фанат болып жүргенде? Реалға? Өзі Реалдың фанаты. Жоқ, мен енді әр қазақ Реал үшін жүрек нетіп тұрады ғой. Еуропада қай командаға? Барсаға ғой, любой. Барсаға ма? Дені дұрыс адам, футболшы, футбол түсінетін адам Барсаның жанкүйері болады енді. Дені дұрыс адам дегенді кесіп алыңдар, Реал фандар жеңдер астында. Барса фандар фас. Жоқ, Барсаға қанша болды, Мұхамеджан? Барсаға сол кішкентай кезімде. Көз ашқалы дейсің ба? Көз ашқалы ғой. Месси қалай сол жақта жүрді, солай ғой. Жалпы мынау кәсіпқой футболшы, кәсіпқой спортшы болу несі қалай болды сізде? Былай келе жаттыңыз, режимге, кейіннен тренировкаға көңіл бөлу, ұйқыға көңіл бөлу, қай этапта басталды мысалға? Қай этапта басталады өзі кәсіпқой футболшы? Менің ойымша бір 13-14 жаста. Оған дейін бәрібір жүре бересіз. Оған дейін сондай болып жүрдік қой. Жаңағы сіздер айтпақшы жаңағы Counter Strike ойнайсың. 14 жас ерте ғой, ерте басталады екен ғой. Компьютер ойнайсың, түнде ұйықтамайсың жаңағы. Касынка ойнайсың дедің ғой. Нарды ойнайсың. Далаға шығасың жаңағы.
сөйтіп жүріп қаласың да үй жақта. Кейін 14 жаста Одан кейін уже футболда жаңағы дубль дейді ғой. U21-ге түскеннен кейін уже бәрін жинастырасың, уже ол кезде уже басқа да мигрет дегендей көп нәрсені доғарасың, далада жүруді доғарасың. Таразды білесіздер ғой. Бәрі түнде басталады ғой жерде. Сондай ма? Микрорайонда. Микрорайонда сол далаға шығасың, жаңағы микрорайонда жүресің, соның бәрін доғарып қоятын нәрсені қойдық та. Тек бүкіл фокус жаңағы тек футболда болды ғой. сол кезде 14 жаста сіз нақты білдіңіз, осымен мен ақша табамын, осы мен мамандығым деген ой келді сол кезде. Бірінші айлығыңыз где-то бір 15 мың теңге болды сол кезде. Бірінші айлығым бір 40 мың теңге болды. Жақсы бастаған екенсіз ғой сіз. Мына кісінің вообще 6 мың теңге болды. 6 мың? Жабыстыра береді. Жабыстыра береді. Жоқ, енді сіз ерте бастағансыз, аз болған ғой енді. Бұл математика доллар ғой, доллар төмен болған ғой, сөйтіп ақтайсаңшы. Любой нәрсені істей. Жоқ, жаңа Барса туралы жалғастырайық та. Барса туралы мен бір нәрсе сұрайын. Бұл енді Барсаға фанатпын дедің ғой. Неге бұлай өмірде өйтіп қиын жол таңдадың? Қай жерде қателестің бе? Неге қателестің деп айтайын деген бе? Мысалы Мессиға қарайсың да, бір демаласың ғой. Месси жоқ қой енді қазір. Енді ол кеткеннен кейін де жаңағы легендасы ізі қалды бәрібір. Жүрек тартып тұрады. Жоқ, просто қазір реалға адамдар жинап отыр енді. Жоқ, реалға шақырып жатса, бірақ дайын біз. Қарастырамыз дейсіз ғой. Мұхамеджан, бір сұрақ тағы да. Сен көкпарға қалай келдің? Неге мәшінді сөйлесің? Мына көкпарға дарда бердіңіз. Негізі Мұхамеджан папасы да даңқ шыққан көкпаршы. Шабандоз, көкпаршы палуан. Екеуіңіз пар болып шабады екенсіздер ғой айтпақшы. Ол кісі өте жақсы кісі, жақсы танимын. Сол ол кісіні де айтып кету керек. Ол кісінің де еңбегі зор. 74-ші жыл. 74-ші. Мұхамед, сен үйде үлкенсің ба? Үлкен. Не болды? Жоқ, батясы жас екен деп жатырмын да, көкпар тартатында енді. Әңгіме жоқ. 74-ші жылғы, сол номер 74-пен сол папаның 74-ші жылы болғаннан кейін ойнайсыз. 2017 жылы бірінші сол кезде номер таңдауға рұқсат берді бізге. Оған дейін таңдамайтынбыз ғой. Берген номерді кетіппіз Таразда. Сол кезде таңдаған кезде ойланып отырдым да, бір әкем менімен мақтансыншы дедім да, 74-ші номер алдым ғой. Тамаша. Керемет. Жоқ, енді ана сосын жаңа ойын, мынау подкаст басталар, сіздер келмей тұрып, мынау Мұхамеджанның есімін шамамен Мұхамеджан Тазабекке ұқсатып қойған дедім да енді. Сол кездерде айтыста ол кісі мықты болып тұр 99 жылы. Мынау сол келіспейді отыр бұл. Негізі сондай ғой. Мен өзім папам туған інісі бар, Бауыржан. Баука дедем намазда 5 уақытта. Сол кісі кітаптар оқи тұра, біле тұра, пайғамбарымыздың сол кісінің есімі Мұхаммед. Жанды қосты да Мұхамеджан болды. Ол кісіден басқа Мұхамеджан жоқ па? Жоқ, сол кезде танымал болып тұрды ғой Мұхамеджан Тазабек деген. Ол кезде ол бүкіл барған жерінде машина жеңіп алды. Кім бала? Тазабек ол кезде жас қой. Пигында тұрған кез деймін 99 жыл. Мен көргенмін. Солай болды ма екен? Солай ма екен? Болмапты, жарайды. Жалғастырамыз ары қарай. Помни. Жаным жадырап отыр. Жасардым мен. Бүгін жақсы. Содан кейін енді жаңағы карьераңызда кәсіпқой спортшы ретінде басталды, футбол дубль басталды, ары қарай Тараз футбол клубында 90 ойын өткізіп тапсыз ғой, 100-ге жақындап қалды. Карьераңыз соңына қарай барып 100 жеткізеді екенсіз ғой. Алла қаласа, иә, топ 3 қақпашылардың ішіне кіріп тұр екенмін Таразда. Ең көп матч өткізгендердің ішінде. Қателеспесем бірінші орында Олег Воскобойников Игоревич. Екіншісін білмейді екенмін, үшіншісін екінші боласың. Сен білмесең ешкім білмейді. Воскобойников кейін қақпашылардың бапкері болып та істеді ғой, қателеспесем. Таразда ма? Таразда істеді ғой. Ұлттық құрамада да істеді. Ұлттық құрамада да істеді. Ұлттық құрамада қазіргі таңда сол кісі. Ол кісі қалай енді бапкер ретінде? Жақсы болады. Жақсы болады или өте жақсы болады? Жоқ, жақсы. Ол кісі негізі 2 рет үздік ойыншыны алған. Қақпашы емес, үздік ойыншы. Жалғыз қақпашы сол, үздік ойыншы болған. 96 жылы ма? 96 чемпион болған жылы ғой. 2 жыл қатарынан алған ғой. Тазы басы кісі. Сосын карьераңызда Тараз басталды. Таразда 90 матч өткізіп тастадыңыз. Тараз бірінші лигаға кеткеннен кейін Ордабасыға ауыстыңыз, иә? Үлкен ақшалар пайда болды солай. Өміріңізде де. Қазір айлығын біліп аламыз. Қалай айтып қойған білмей қалам. Жаңа неге Еврокубокте Пафосқа қарсы ойнадың ғой? Қатты ойнадым сол кезде. Ең бір Еврокубоктағы топ матч сол болды ма? Әлде Челси қарсы да ойнадың ғой? Челсида болды. Қайсысы бір есте қалатын матч қайсысы болды? Челсиде суық болды. Челсиде жаурадық, жаман жаурадық. Білмеймін енді қайсысын айтсам болады. Жұмыс көп болды ғой, қалай жаурадыңыз?
Не болды? жұмыс көп болды ғой деймін да, қимылдап тұрады. Қанша жұмыс болса жауратып жаман минус 20 градус болып тұр емес. Оларда анау жаурап қалмайық деп қатты ойнады ғой, жүгіре берді ғой оларда. білмеймін ғой тегі сол. Ана жер мұз қатып қалды қателеспесем. біздікілер суыққа шыдамды екен десе қозғалмайды. Жаңағы Айта бер. Қызылордаға барып едік қой жаздың күні. 40 градус ұрып тұрса кезде бапкелеріміз айтатынбыз, қаттырақ жүгір жел ұрады деп ше. Сол сияқты ғой. Мұхамеджан енді бәрі сіз туралы айтып жатырық қой енді. Мына жағы Олжас мойындамай отыр да. Елдоспен ойнадыңыз ғой бірге. Елекең қорғаушы ретінде айтып өтсеңізші, қандай қорғаушы болған? Олжекең Мен қалай мойындамай отырсың? 6000 теңге. Жаңағы анау кім дядя Ваня алмаған деп. Дұрыс айтсаңызшы. Өзіңіз айттыңыз ғой, бірінші айлығым сондай болған деп. 13 мың дедіңіз бе или? 13 мың деген бо. Сіз жарысын қысқарып отырсыз ғой. Тағы подкаст бір күн 3 мың Енді теңге пенсионный түсіп бар, келеді. несі бар дегендей ғой енді. Агентский бар дегендей. Мұха айтпеші, бір екі. Айтыңызшы, қандай Ағам жайлы қалай айтатын болды болсақ, командада? Елдос ағам жайлы айтатын болсақ, бұл кісі деген команданы өте жақсыстайтын, атмосфераны өте жақсыстайтын, ойыншы ретінде де топ деңгейде ойнады деген ойдамын. Олжек Ондай әлі топ өздеріңіз де демейді білесіздер. Мысалға жаңағы 11 ойыншы айтатын болсақ, бүйтіп Елдос ағамның ойнаған адамдарды айтатын болсақ, Елдос ағамды соған қосатын едім. Топ 11 ойыншы. Символикалық ойнаған деген. деген. Ана. Болды Олжеке. Елекеңнің артынан бір ат. Аям, Ырза Елекең. шешіп Бұлай ешкім айтпады. Таразы сол жылы ойнаған кезде, Елдос ағаммен бірге ойнаған жылы, біз қателеспесем 17 немесе 16 гол жібергенбіз. Ол кезде Елдос ағам бар, мынау бетте Оби деген легионер бар еді. Осы екеуі тұрып алып, жаңағы бәрін жейтін ғой былай айтқанда. Қырқады ма? Қырқады. 12 турдан кейін бірінші орынға шығып кетіп, Иә. шармандағы жүріңіздер ғой, сәл қалды ғой. Бірінші круг біткен кезде біз бірінші орында тұрдық. Иә. Байтана болды. Байтана, Педро болды. Тепсе, голевой пас болып жатыр еді сол кезде. Пас берсе гол болып жатқан. Жұмахан ұра береді. Жұмабек ұра береді. Накс қорғаныста, сіз қақпада. Мықты құрам болыпты ғой негізі ол кезде. Сондай команданы қалай таратып жүруге болады деймін да. Таразды айтамын да. Мынада ғой бәрі шарманда. Айтсаңыздар 2 мың теңгеден шығаратын ек қой. Қазір айтып отыр ғой Дидар, 10 миллионнан шығарсаңдар 50 адам қарыз жауып кетеді. Содан кейін сіз енді ең бір жарқын маусым меніңше Ордабасы болды ғой, ә? Чемпион болған. Чемпион болдыңыз біріншіден, и командада қазақтардың енді дәуірі жүрді ғой енді. Рас. Сол маусымды еске алсақ. Өзіміз ағаларымыз болды, Асхат ағамыз болды, Бауыржан ағамыз болды, Гафуржан ағамыз болды. Ол кезде оңай болды, шыны керек. Қасында жан-жанына қарасам, бәріміз қазақша ойында да оңай жаңағы жүріп жатыр. Бір Ордабасыда болған кезде Алла қолдады, бір сезілді, бір тепкені кіріп жатыр. Біз секіргенін шығарып жатырмыз дегендей. Сондай бір жыл болды. 89-да ұлы ой болады, Асхат көтереді, біреу ұрып кетеді. Бір қателеспесем бір 7-8 ойын бір-бірін бітті ғой. 89-да сондай 90-шы минутта. Малый соғып кетеді. Лестер сияқты ма? Лестер. Бір сондай бір И стадионда толып қайта-қайта жаңағы кім деген жаңағы астында тұрамыз ғой. Ойынға шығайын деп жатырмыз. Размика кезде көп келмейді Шымкентте. Ойынға тақалған кезде аумейін дегенде келеді да сразу. Сол кезде жаңағы мына беттен біз, мына беттен жаңағы қарсыластар шығып баққан кезде жаңағы аналардың уже бүйтіп дауыстары шығып жатады да. Уф деп жаңағы қандай атмосфера мына жерде деп ше. Соны сезетінбіз де біз оларға уже қарсыластар басылып қалады. Мынау бүкіл 23 мың ба қателеспесем стадионда бәрі айқайлап тұрған кезде аналар уже басылып жатады да мыстары ше. Ол бізге болса, ол бізге наоборот жаңағы мотивация да жаңағы енді екі есе жаңағы. Енді Мұхамеджанның ең бір қызық нәрсесі ол жаңағы жақсы сұрақ қойдыңыз. Қай сезон үздік болды деп тұрсыз ғой. Футболшыға ең үздік ол бірінші турдан соңғы турға дейін бүкіл ойында бірінші таймнан бастап соңғы минутқа дейін ойнаса, мен ойымша Мұха сол ең үлкен дәреже деп ойлаймын, иә. Жарақатсыз бүкіл ойында 36 ойын ба, 25 ойын ба, сол ойында толықтай қақпашыға мен ойымша. Енді футболшыға әрбетте ол енді кейде болады, ауыстырып неткен, бірақ Мұханың бір іші толмай, көні толмай жүрген, менің ойымша ол бір сезонда толықтай бастап, өзі бітіргісі келіп жүрген бір ойлар бар шығар деп ойлаймын. Дұрыс па? Басты мақсат не қазір футболдағы өзің анау қазір гештальт деген сөз хит қой. Жабатын не бар, не қалды? Чемпион болдыңыз. Енді мақсат қандай қазір сіздің карьераңызда футболда? Шетелге кету шығар. Иә, Европаны көрсем ба деген ойда. Және де Қайрат осы жыл шықты ғой Лига чемпионовқа. Тура соны Астанамен қайталап шыққым келеді. Лига чемпионовты көргім келеді.
сырттай көреміз ғой енді қандай мықты лига чемпионов қазір байқасаңыздар сол мақсатқа жеткім келеді лига чемпионовты ойнап өте тамаша. Чемпиондар лигасында қазір 8 матч ойнайсың, иә? аха Ұзағынан. Баяғыдай қанша? Жоқ, 6 болды баяғы Алты. дома ойнасақ. Қазір 8 матч. Деңгейлес командалар да бар қазір. Енді Мухаға күшті ұсыныстар болып жатыр, жалпы бар ғой. Өйткені біз Шет жағасын айтпаймыз бірақ. иә, шет жағасын айтайық. Европадан ба? Бас әрбін айтайық хотя бы. Қойшы. Иә, Ресей біріншілігінен де бар. Жалпы бізде жұмыс істеп кеткен кісілер Муханы менен жиі сұрайды. Енді өкінішке орай Муха өзі білмейтін шығар, бірақ сондай сыбыстар. 4-5 шек жібереміз көкпар тартатын. Кетіп қалсай. Енді біздің Қазақстанда істеп кеткен бұрынғы жаттықтырушылар бар ғой. Олар енді қазір Европада жүр, Ресейде жүр, сол сияқты. Кімеді олар? Бізге кім келмей, кім кетпей жатыр. Қай лигада Боливиядан іздейміз, қаяқтан іздейміз? Жоқ енді ереге. Самый главный ұсыныс болып жатыр. Бар ғой? Бар. Ең бастысы Мұхамеджан ол алып кетеді деген сенім бар ғой. Жаңағыдай өзің қалай қарайсың, мысалы, шанс болса Европаға кету керек, дымға қарамай. әрине Мысалы, ана кімдер жаңа Кенжебек, Оразов дегендер живой пример ғой, келді, қалай өсіп деңгейін көрсетіп ол жатыр. жерде мықты ғой енді Европа енді барып көреміз сборныймен жаңағы барған кезде Еврокубоктар ойнаған кезде полялар тегі мықты төп түзу жаңағы алаңдары искусственный емес естественный Дөң жерлері жоқ дейші поляда. сондай отыр Иә, негізі кез келген футболшы, ол Бразилияда туылсын, ол жарайды, ол әлемнің қай түкпірінде туылсын, Европада доп тебу ғой, негізгі мақсат. доп басқаша жүреді Не ұстайды ол жаққа кетуге? Мысалы, мен шетелге барсам, 1-2 күн барсам, уже қамырға сағынамын мен, мысалы. Сенде не ұстайды? Тіл ұстай ма, менталитет ұстай ма? ойға тамақ апара аламыз ғой Не ұстайды дегенде не ұстайды? Не сұрағым Не ба? кедергі Европаға баруға? Нақты ұсыныс жоқ болып тұр ғой әзірге. Жоқ, болған жағдайда. жоқ былай болып қалады да мысалы контракт жаздым да сол кезде звондап қалады да уже аха жазып қойғаннан кейін көп моменттерде сондай болып қалып жатады Тура қарсы сұраған сияқты. Жарты сағат бұрын сұрамадың ғой. беріп қойып едім Қазір төлеп тастадым деп па? Сөйтіп бермейді екенсің. Иә, дұрыс. Негізі, иә, кетіңіздер, барыңыздар, ойнаңыздар. Қазақстанға кез келген уақыт қайтып келіп ойнауға болады негізі. Европаны көріп білген дұрыс. Негізі қазақ футболшыларына деген, әсіресе қақпашыларына деген көзқарас мысалы меніңше өзгеріп кетті. Қайраттың ойындарынан кейін, Темірланның сейфтарынан кейін. Басында кураж деді бәрі. Екінші ойында сәттілік серік болды деді. Үшінші ойында сәл мойындай бастады, төртінші ойында уже ұлықтады. Деңгей екен деп. Содан кейін енді ол сіздерге де плюс қой дегенім ғой жалпы. Қазақ қақпашысың солай тұруы. Енді ойлана берсеңізші, біздің ұлттық құрамада өңкей қазақ бәрі ғой, иә? қазір төртеуміз қақпашы сондай ғой. Енді бұрында Нипогодов болды, Эрич болды, кім болды? Шацкий, Мокин болды. Иә, сол сияқты. Енді біз қазір былай қарасаң. Қазақ қақпашы тарихта қателеспесем бір-ақ рет тұрған ғой. Қайда? 98-ші жыл ұлттық құрамасы. Алмат Бекбаев болған шығар, ито. Ол тұрмады, ойнамады ғой. Ойнамады ол даже. одан кейін бірінші болып мен ойнадым ғой Әне. Бекбаев ойнамады, иә. Кімді ойнамады? Отарбаев ойнамады, иә. Тұңғыш болуға асығамыз ғой бәріміз, тұңғыш қазақ. Дұрыс, әдемі. Биыл енді шынымен қазақстандық футболшылар, қазақтар көтеріліп жатыр ғой. Жақсы деңгейде мақтанамыз. Осылай ұру керек қой негізі. Сонда жақсы жетістік болады. Деп ақыл айтып отыр. Орыс достарым бар негізі. Ренжитін болды. Мысалы алдағы уақытта мысалға жаңағы түсініксіз болып тұр ғой қазір жағдай. Бұл сіздерге де әсер ете ма негізі? Көңіл күйге дайындық. Енді Астана ары қарай сыбыс көп болып жатыр, қаржыландыру тоқтатылады деп. Бір біліп кетейін деп келіп отыр ғой Астанаға енді соны шет жағын. Ана жақтан ана бір бизнесмен сатып алды дейді. Сол кезде сәл қуанып қалатын шығарсыздар енді. Сосын ол сатып алмайтын болды, ана бір бизнесмен сатып алатын болды дейді. шынымды айтсам ол көрмеймін де бар мен тұратын жерде свет тастамайды Сәл қалаға көшсеңіздер. маған солай ыңғайлы мен өзім балам бар қызым бар солар телефонға қаратпай сөйтіп тәрбиелеп жатырмыз өзіміз де сондаймыз Ранчода тұрамын десең. Балалар футболға беріп жатсың ба? береміз алдағы уақытта әлі Дядя Ваня аман болса беріп тұрық дейсің. дядя Ваняға сол кісі айтты өзі балаңды ертеректен аламын сен әкеле бер деді пока тіл шықпай жатыр тіл шығарса жібереміз ғой Иә, тіл керек қой енді. тілі кішкене шықсын Дұрыс. Тіл керек қой деген емес. Футболда енді керек қой. Жалпы өмірде де керек. Негізі бар ғой, футболда тіл керек жоқ. Да? Футболдың өзінің тілі бар ғой. Қандай?
ой сізде Гориш гориш А, дейді. мен түсінбеймін ғой, иә. Бізде сол гориш қана ма біреу? Бізде сол гориш гориш дейді, бол сол кезде бер жер керек бас. Выноси ма сосын? Қызық. Ертең енді Counter Strike'қа дайындалып жатсың. Дайындалған Төрешілерге жоқпын. хедшот жасап ертең красный бере бермесін келесі сонда. Байқа ойнап бастан ата бермей ертең. дайындалған жоқ, бар бұйырғанын көреміз. Шоу ғой бұлай. Шоу шығар енді, білмеймін шын. Абзал жалғыз өзі ойнайтын деп тұр ғой примерно. Абзал бар, сосын Шамкой. Шамкой, Дима ағамыз бар. Біз қасында бомба тасып жүреміз енді. Аптечкамен жүреміз. Ашыңдар бомба қоямыз дейміз ғой. Қызық болады. Ордабасыдан Астанаға ауысқан кезде қалай болды жалпы? Бірінші ұсыныс болған кезде Астана енді ол еліміздің ең титулды көп жеңіп алған команда сізге ұсыныс тастап жатыр. Сізде қалай болды жалпы? Қалай Бұл жүрді кісі сол процесс? қазіргі бапкер Константин ол кісі мені бұрыннан бері шақырған. Таразда жүрген Ол кезде. Таразда ойнап жатқан кезде ол кісі тобылдайтын. Сол жерде чемпион болған жылдары мені шақырған етін. И ол кісі үшінші мәртем шақырған кезде өзімде ойладым да уже бару керек болды Ұят дедім. болады деп пе? Бару керек болды дедім ғой. Іштей бір сезім А, ол болды. өзі кісі, ол кісі сізге қызығып жүрді, оны алдында. Ол кісі, оның помощник бар Астанада, Москаленко Васильевич. Сол кісімен мен Ю-20 сайында 21-де жастар Қазақстан құрамасында мен жұмыс істедім. Ол кісі мені капитан қылды, бүкіл ойынды жаңа 21-де ойнап шықтым. И ол кісімен бізде хабар бар еді. Әрдайым сөйлесіп, хабарласып отыратынбыз. Сол кісі звондап отыратын бәрін. Әр матчтан кейін талқылап жаңағы нелерде. Басқа да көп жаңағы былай сөйлесетінбіз, араласатынбыз да былай. Қалай біліп дегендей. Орысша жақсы ма негізі? Орысша сөйлесеміз, түсіндіреміз ғой. Орысшасы судай ғой. Сіздікі судай білем. Мягкий знакпен сөйлейсіз ғой? Жоқ, мен енді шала қазақпын. Аяқтығы ауыр ма? Сұрама. Қойыңызшы. Ворошилов. Сұра қарама. Снайпермен жүретін сияқты ғой. Ат пісіре ма ереке? Жақсы ғой, көп тіл білген жақсы. Астанаға келдіңіз, жағы мықты ойыншылар, деңгей білінеді бірден, ә? Деге біліне жаттығуда жаңағы айналдырып тұрып деп еді ғой. айналдырып жаңағы топайдаға батады ғой, басында түсінбей жатасың ғой. Жайлап уже үйрендік қой, соған бейімделдік қой. Өте негізі Астанада ойнау мәртебе ғой, негізі көп футболшы үшін. Көп хейт дейді ғой, Астана, ой, искусственный команда, бірдеңе, бірақ енді результат бойынша Астана 7 рет чемпион. Қанша жеңді? Чемпиондар лигасында ойнаған бірінші команда. Рас. Жыл сайын. Конференция лигасында ойнадыңыз айтпақшы, Астанадан арқасында. Челсиға қарсы ойнадыңыз. Біздің бапкеріміз айтпақшы, успешный адамдар жақтырмайды ғой. Сол сияқты біз отылып қалсақ, сразу жазады. Отсақ та жазады. Соны өзім түсінбеймін да жаңа. Ұтса да әділ болмады дейді. Сөйтеді. Отылып қалсақ, жаңа сауап дегендей ше. Соны түсінбеймін да жаңа. Мен енді Тараздан өстім жаңа, осы жерге келдім, осындай әңгімелерден сол түсінбей қалып жатамын да. Мұхаббат қазір андай ма? Көрермендер келеді ғой. Ордабасы қарсы ойнаған кезде әрдайым солардың адам көп тұр. Біз ойнаған кезде сондай еді. Жоқ, қазір байқасаңыздар, қазір болельші кәдімгідей көп екен. Да. Қолдайтындар өте көп стадионда. Мен айттым ғой, жас балдар өсіп. Сіздерді жаңағы осы жаңағы көріп жатам ғой. Кішкентай балдар жаңағы енді өсті, олар 14-15-ге келді ғой енді. Сондай балдар тек көп. Жаңағы ортаңғы буындағы балдар өте көп ше. Астананың болельшілеріне де алғысымды айтамын. Олар енді кішкене үлкендеу, бізден сіздер қатарлыда да бар. Біздер қатарлысы азау. Азау, бірақ бар. Бұл негізі кезінде мектепті аралап, сіздер ойнаған жылы. Қой талай, есік тоқылдатып. Солар өсті ғой енді. Ойынға шақырып жүрдік қой, келіңіздер, бейдіңіздер. Сондай болған. Сол кісілер кәсіпке батыр. Қинап әкелдік қой десең. Сол кісілер кәсіпке батыр. Байқасаңыздар 10 мыңнан болды ғой. 10 мыңнан келіп барды ғой. Иә, әрбір ойынға. Қайрат ойнаған кезде 20 мыңдай болды ма? Иә, Қайрат ойнаған сондай болды. 26 қыркүйек күні Қайратпен ойнадыңыздар ғой. Матчтан кейінгі не болды анау? Раздевал қалай болды? 90+5-те анау моментті жіберіп алды ғой енді Томасов. Кәдімгі ең драма болып кетті. Маусымның ең андай моменті болды. Ол кіре қалды, сразу басын төменге түсірді ғой. Кіре қалды, басын төменге түсірді, отыра қалды ғой болды. Бірінші голым жаңағы, жыламады. Бірінші голым жаңағы анамен ұмытылып кетті былай айтқанда. Былай қарасаңыз, шотты жасап, алдыға шыққан сол голмен ғой. Одан кейін ана 95-ші минутта саламай қалғаннан кейін болды, басын төмен түсірді, отырды ғой болды. Енді бәріміз түсіндік қой, не деп айтасың? Сіз сол кезде поледа болдың ғой, иә? Жоқ, поледа болдым. Анау кім Дастанның ударларға өткенде Бельгияға соқты, сіздерге де соқты, сол Астана. Действительно қиын болғаннан кейін қайтару?
жақсы деп еді бала. жақсы деп еді. Мен өйткені мынау көп адамдар бала болашағы бар, Челсиге өтетін шығар. Неде мынау жалпы Европада доп тебетіндерде мынау аяққа салмақпен тебетіндер санаулы дейді да. Соның бір ерекшелігі бар ма? Бір добын қайтарған кезде қол ауырып қалу деген бола ма? Допты былай бас тепкен кезде анау қысым бар ғой, доп шу несі бойынша сондай показатель жоғары екен оның. Иә. Бір орында тұрып тепкен кезде ше, размақпен келмей ақ былай тепкен кезде. Сол білінеді ол басында жаңағы мартта, наурызда бірінші жиналған кезде ол баламен бірінші жұмыс істеп көрдім сол кезде. Командада, сборныйда жүрген кезде тренировкадан қалғаннан кейін тебеміз, тренировканың барысында теуіп жатады. Бала енді дарынды енді. Дарынды деп айтқан кезде өзінің енді еңбегімен ғой. Біз оған тек тілектеспіз, қолдаймыз жаңағы. Бекшілерден көрініп, сол лига чемпионы отатын бірінші қазағымыз болса екен деген ойдамын. Сіз Асхат Тағберген ұлттық құрамада бар кезде ойнадыңыз ба? Иә. Ойнадыңыз ғой? Неше матч болдыңыз ол кісімен бірге? Мен 20-шы жылы келдіңіз, иә? Келдім ғой. Асхат енді капитан болды, капитан ретінде команданы ұстап жүрді ғой енді. Ол кісі кеткеннен кейін, анау Македониямен ойыннан кейін бір келесі сборда бір айырмашылық өзгешелік байқалды ма? Ұлттық құрамаға сол бір атмосфера жасайтын адам керек қой, негізі бір сөйлейтін. Өзің ұмтылып көрдің ба сондай нәрсеге? Ол кісі командадан былай кеткенмен ойнамайды да, бірақ бізбен бірге қонақ үйде жатады. Жатпайды енді кеп жүреді. Әрдайым біз бірге тамақ жейді. Чаттан шығармады дейді ғой, айтты ғой. Мен чаттан шығармады деді. Ойын алдында келеді. Ойыншы ретінде жүреді ғой айтқанда. Серпіл беріп бізге. Стадионға келмейді. Одан кейін Нұралы болды, Аха, қазір Нурик. Қалай Нұралының капитаны? Нурик жақсы, өзім құрдасым. Бұрыннан бері бірге ойнап келе жатырмыз. Молодежкадан біргесіздер ғой. Молодежкадан оның алдында да бірге болдық. Жаңағы 19-ы бар, 17-сі бар. Бұрын мысалы ұлттық құрамада көбінесе елеке сіздерде онда жас айырмашылық бір 10 жастай болған жоқ қой, 5-6 жас айырмашылық болмаған шығар. Бәріңіз бір қатар болдыңыздар ғой? Болғаны? Жоқ, мен мысалы 17 жаста ешкім келген жоқ қой сіздердің кездеріңізде сборныйға. Бату Исламхан ғана келді. 19-да келді. Смак мысалы 37-те, қанша 35-те болса, Бауыржан беті бір 17-те болды ғой. 18-де болды деді. Сборныйда мен ойлаймын да сол анау отношение қалай болады екен деп. Мысалы мен қазір 94-тімді мен 2-5-термен сөйлесе алмаймын, темам сәйкес келмейді. Жоқ, енді бұл жақта мақсат бір ғой. Мақсаттарыңыз бір болса, хочешь не хочешь солармен сөйлесесіз. Сіз далада сөйлесесіз болады ма? Далада сөйлесесіз? Иә. Даладағын түсінбейсің ғой? Әңгімесі жараспайды деп жаңағы біз футболда болғандықтан әңгімеміз бәрі бір ғой. Жараспайды. Жоқ, өткенде жаңа Асекең айтып жатыр да, біреуін сәл гариш деген ғой. Қысып алу керек, біреуін еркелету керек деген сияқты бірандай недоразумение бола ма деймін да, енді мынау әр поколение әртүрлі ғой, негізі тәрбие әртүрлі, көретіндер әртүрлі. Зуммерлер ғой қазіргілер. TikTok поколение дейміз біз негізі. Ана Ғалымжан Кенжебек бүйтіп істеп жатыр ғой, анау тойлап неғып ше. Енді ойлаңыз, сіздің кезіңізде біреу жететін болса. Атып тастайды. Шапалақ. Ауылға кіргізбейді. Өлім ғой, өлім. Мен Мұхаммед сөйтіп істесе, ауылдан 12 шағырны күтіп алады. Не? Сол ғой. Братандар. Аса жақтан күтеді. Маған дубльда ойнап жатырмыз ғой жаңағы. Өзіміз 95-ші жылғылармен ойнадық біз. Қайратпен Нича болып қалғанбыз сол кезде. Ничаның өзіне бүйтіп отырасың ғой енді, настроение түсіріп, бүйтіп басың төменге түсіріп. Мына жерге бутсы қонады ғой, мына жерге. Бізде тараза датово не бар ғой ше. Отылғанға емес, Ничаға қорқатымыз ғой үлкендер. Сөйтсе елді сілақтырған дейсің ғой. Ондай надан адам емес. Жоқ, ол тәрбие ғой бір жағынан. Дұрыс сияқты, ол система дұрыс етпейді. Жоқ, енді қазір система енді не ғой, TikTok-тың заманы ғой. Қазір бәрі қысқа нұсқа айту керек. Сол уақыттың ішінде сен үлгерің керексің, анау балаларды настроить етіп, ол жерге дұрыс. Олар гол соққаннан кейін қалай тойлайым деген проблемамен жүреді ғой негізі көбісі. Негізі ол да жақсы ғой енді, ол да жақсы. Олар бүйтіп дайындалып жүреді, қалай голдан кейін бүйтеміз, сөйтеміз, түсініп отырсыз ба? Сен оларға келесің, бастарына шапалақ бермейсің ғой. Отырады сөйтіп. Иә, түсінбейсің ғой. Сіз бұрынғы ескі 99 ғой енді. Өкілсіз ғой негізі. Соларды мен өскесіз ғой енді көбі. Сондай үлкендермен. Ақыры ауылда өскен адам ол мужик болады ол. Мен де ауылдың баласымын ғой негізі. Сізде бар сондай бір кіші. Мен өзімді мужик деп санаймын. Мойындатамын айтсаң бана жерде. Жоқ, айтшы. Мына кісі қалада өскен. Қайда өскенсің сен? Аудан орталығы. Аудан орталығы. Не ғой анау? Не деуші еді? Поселок городского типа деген бар ғой. Айтшы, ауылдың несі бөлек қой бәрі, системасы бөлек. Братан сыйлайсың. Әнені жұмсау білесің. Асаға жүресің,
мына жерде басқаша да елдер, адамдар басқаша. Осы теманы көрермен жақсы Ауылға көреді. барасың, Айта бер. 2-3 жас үлкенсің, тәте деп сыйлап тұрады жаңағы. Үлкенге сондай сразу құрмет көрсетті. Ауылда ауылдың вайбы әлі сақталған дейсіз ғой, есігін құлттамай жаңағы кіріп шығып бір-біріне жүре береді ғой. Кіріп баха, иті бос болмаса болды, жүре бересің. Да, иттер байланып тұрады ғой. Ей, до того кейде итті өзі сыйлап кетеді. Ауылдың тұрғыны болса. Просто Иттер опасно. жоқ, рас мен енді қалада әңгіме айтпаймын. Көшіп кетсе ауылға онда. А? Көшіп кетсе жоқ, ауылға. енді фундамент сол жақта құйылды ғой, болды ғой, ол фундамент кетпейді ғой. Сондықтан да Біз қалада өстік қой. Иә, ол Бірақ біз көргенді көрмеген ғой олар. көргенбіз, Ақша, талпана талпа төбелес деген. ақша жинау деген ол бізден қалған. 150 теңгеден кезінде. Мұхаммеджан система болды ма? Соны айтайық та, қызық болсын. Мектептің атына жиналдың ба? Төбелестер, бәрі болды ғой. Стройға тұрғызып, бір ұрдар. енді Қызық қой сонда. өмірдің қиыншылығын көріпсіз ғой біраз. Настроениеңді түсіретін бір сұрақ қоямын. Қалай 8-0 болып қалды Францияға қарсы ойын? Татао сондай болды ма деп қойсаң, сұрақ. Көрдім тегі аналар, сұмдық қой тегі сол кезде. Бірінші мәртем көрдім. Бері қатарда, бірінші қатарда отырмын ғой, заменада. Биттан көріп отырсың. Мынау бетін Мбаппе солай жүгіріп өтіп жатыр. Артынан жаңағы шөп көтерілген кезде бетімізге келіп жатыр ғой жаңағы. Аттар шапады, Тұмар деш. Аттар шабады ғой. Бір өтірік айтпасам бір атпен Көмектесіңдер! бір атпен жарысташы, бір 10 метрін ақ қояды ау. Ақ қояды ау. Одан кейін күшін қосып алып кетпесе, бір-екі қамшы ұрып. Ана 3 паспен гол соған ойын сол ғой негізі. 3 пас. Қақпашы защитникке берді, защитник Команға берді, Коман ортаға берді, Мбаппе соқты ғой. Иә. Неге енді тарихқа ең аз пас беріп ұйымдастырып 4,5 бойынша салған кезде отырсың ғой, примерно. Мұхаммеджан, сен ана ойынды көріп отырмын да, Бельгияға бардың ғой мен, сендермен бірге бәріміз бардық қой. Сонда Де Брюйне гол соққанда бүйтіп басын шайқадың ғой сен. Неге шайқадың сонда? Ойын Нереально кіріп кетті де сол, ойын басынан негізі паутина байқағам сол жерден. Соны алып қойып қойдым. Қараймын, тура соған тиген ғой. Анау жоқ, анау нереально анау ұстай алмайды, анау қиын анау. содан Бірінші гол ма? негізі содан сол 40-шы минуттарда ғой қателеспесем. Аха. Соған шейін ұстап тұрдыңыздар да, содан кейін бір гол негізі. Олар бір гол керек болып тұрды ғой сол. Негізі Бір гол керек. Қақпаға ашылу керек болды ғой десе. Тоқтамады ғой одан кейін. Жоқ, анау Де Брюйненің голы нереально ол. Мен сонда саған қарасам, уже анау уже шара жоқ та, анау түксе алмайсың ана жерден. Жаман кіріп кетті анау. Ақыры класс білінеді да. Бірақ ол ойында шығар дейді. білінеді. Сіздің негізі ұлттық құрамадағы бірінші ойыныңыз анау Жоқ, бірінші ойын неде болды ғой. 22-ші жылы неде Северный Македонияға қарсы Марванш қойды ғой сол кезде. жолдастық матчты айтып отырсыз ғой. Жолдастық матчта. Ресми ойындарда Лихтенштейн болды. Осы жылдың басында. 2-0 жеңген кезде. Жалпы Де Брюйнелер қарсы ойнаған қалай болады? Жалпы мынау алаңға шыққан кезде кішкене баса Мықты ма? ғой мысалы. Біз басып не істемейді енді. Дайындаламыз ғой енді. Бірақ былай қарап отырсаң жаңағы FIFA-да ойнап жатқан адамға мысалы қарсы ойнап Соны жатқан айтамын. айтқандаршы. Передачаларын көріп ше. Доку Передачаларын көріп. Замена жасап жүрген келіп тұра ма да? Руководство командаға кіріп. Передачаларын көресің, ударларын көресің мысалға. Теуіп жатыр. Тағы да бір сұрақ Тараздан келіп отырсыз. Таразда таланттар шығып жатыр ма или таусылып қалды ма? Что-то үзіліп қалған сияқты бар. Соңғы өздеріңіз ау? Таразда. Жарайды. Жаңағы не ойдым сол бағана. Премьер лигамыз жоқ, сол үшін болып тұр ойын. Бірінші лигада көрмей жатыр, а так негізінде балдар бар. Қазіргі Дидар Сыдықбек айтып жатыр ғой, қазір екінші лиганы қоямыз, бірінші лиганы қоямыз. Сол бірінші лигамыз шығып кетсе, возможно, 3 команда болады. Ол деген өте жақсы ғой. Қаншама балдар ашын жүргіз Таразға бардым, мысалы демалып отырмын. Жаңағы Лига любитель футбол деп айтады ғой. Сол жаққа барам, жаңағы достарым ойнайды, соларға қарасаң қаншама футболисттер жүр. Аналар тек ойнап жатқан кезде мини футбол тек тамсанып қарайсың ғой кәдімгідей. Бразилия деп. Бразилия болып жатыр. Біргес про алдыңыз ба? Жоқ, әлі оқып жатырсыз ба? Проны жылдап береді ғой. Менікі айлап, апталап емес. Жоқ, Таразға бапкер болып баруға қалай қарайсыз? Әлбетте ойда бар. Бұйыртса, оны бірақ уақыт керек оған бірінші. Құрамаға ылғида ең көп ойыншы жасақтап берген Тараз екен ғой негізі тарих бойынша. Қазір түлектері бойынша, иә. Содан кейін бірақ бір үзіліп қалған сияқты болыпты да, соны сұрап. Енді команда бұл жақта бірінші лига ұшып кетіп отыр. Көзден тыс қалып отыр. Бірақ былай қарасаң, Дәурен Жұматнесі бар ғой, Муслим бар. Иә, Муслим бар. Сосын Абинур бар. Сосын Бірінші лигада ғой соның бар. Кеулім Қос. Оның бәрі премьер лигадан тартып кететін балдар. Сол сияқты бұл естіп жатқан біздің тренерлер бар ғой. Мен де бірақ айтып жүремін, бірақ бәріне алтын сырға.
Таразда әлі де бар, дарынды, талантты балдар. Соларды просто тартып былай алып кету керек ары қарай. Талғат Байсуфин ағамыз. Сіздің негізі ол кісі дебютқа шығарғанға сондайға, иә? Ол қазақ балдарға қарады, сіздің бірінші ойыныңызға шығарды. Ол кісі, иә. Бекханды кеше бірінші ойынына шығарды. иә. Дебют құтты болсын десем, мен онан алдын ойнағам деп Бекхан. Қашан ойнағаны одан алдын? Жолдас матч ойнаған ғой. Түркменстанға қарсы ма? Ол жабық ойын еді, ол Майскорда жоқ қой. Білмейді екен қашан ойнаған. Негізі сондай бір мүмкіндік беріп жүреді екен да? Иә, ол кісі көп балдар жаңағы дебют жасады ғой. Жастардың бәрі мысалға счетты да қарайды, отып не істеп жатсаң сразу шығарып жібереді ғой. Жас балдар тұрады, мына жақта опытный балдар отырса да шық дейді да. Дебюттер нақы ойнасын дейді ғой. Өткенде ана кімді де шығарды ғой, Арсен Әшірбекті де. Ол кісінің үлкен бір несі бар, плюсы, ол именно жастарды да шығарады. Сенеді, қорықпай сенеді. Өйткені мен білем ғой, мені де сөйтіп шығарды ғой. Сізді бірінші шығарған сол кісі ма? Иә, мен ерте шығып тартқан сол кісі. Таразға кеп, өзі кеп, былай елдос кеттік жүр деп. Сол себепті ол кісі біраз футболшылардың ашылуына себеп болды ғой, иә? Мен сияқты бір 100 шақты футболшы бар. Соған рахметін айта алмай жүрген. Мықты. Рахметін айта алмай жүрген. Мен камераға Каспиіңізді жазып қоямыз. Осы подкасттың астына. Мен жазсаңдар, 10% ақып жібере беремін. Енді рахметін айта алмай жүрген жол ашып жатырық қой енді. Дұрыс жоқ, сіз көтермесеңіз бұл теманы негізі көтерілмейді. Иә. Байсуфинов шынымен ұлттық құрамаға келген кезде көп нәрсе өзгерді ме? Кәдімгі бір қатты ойнап кеттіңіздер, ол түсінікті. Жалпы қалай әсер етті сіздерге? Не істеді өзгерді ол кісі? Жаңа бір ойын болайын деп отыр, қай ойын екен білмеймін. Бірінші ойын біз үйде Лихтенштейнмен қарсы ойнадық қой, қателеспесем 4-тен ұттық. Сол кезде жаңағы ойын алдында келді, жаңағы мықты, жаңағы әдемі киім киіп алған сыртына. Сол кезде отырды дана жерге, установка болған кезде мынау столды бүйтіп тұрып, ұрып тұрып, біз қазақпыз деп тұрады ана жерін ашып жібереді да. Әдемі киіп алған, ашып жібереді. Қазақстан футболкасы тұр ғой. Міне эмблема дейді. Осы үшін ойнаймыз. Оның ар жағында біздің жүрек дейді. Кәдімгі. Жаңа қасыма отырған Дәурен Жұмат досым отырды да. Қазір шығып кетейін ойынға деді ғой. 300 спартанцев сияқты бол екен ғой кәдімгі. Қысқартып айттым да, ол жерде көп сөздер болды. Сонда Мұхамеджан, сендерде ұлттық құрамада қазақ тілділер көп қой, қазақша сөйлейтіндер. Сол бапкердің сөйтіп сөйлегені кәдімгідей әсер етеді ғой, иә? Енді Али Алиев өйтіп айтқан жоқ қой, енді ол түсінікті ғой. Ол кісі де айтты енді, бірақ акцентпен айтқан. Сол әсер етті ме сондай сөздер? Просто келіп бір атмосфера әсер етеді ғой. Енді жүректен шыққан сөз жүрекке тиеді ғой, білесіз ғой енді. Иә, мен де жүрекпен айтып отырмын көп. Көрініш. Сол үшін ғой мен жақсы көреді көрермендер. Көп болып отырсаң көресің. Болды, мақтап. Бітірейік, мынау ерсін әңгімесі сұйылып кетті. Құрметті достар, сіздер Фон Тим арнасының әлеуметтік желідегі парақшасына жазылыңыздар. Әртүрлі ұтыс ойындары болып жатыр қазір. 50 мың оқырманға жете алмай кеттік қой, бір жіберсеңіздер, таныстарыңызға жетіп алайық 50 мыңға. Ары қарай iPhone ойнатамыз, тағы не еді? PlayStation ойнатамыз ба? Сондай ұтыс ойындар өте көп болады. Tetris көп, в общем. Ал Мұхамеджан, сізге рахмет келгеніңізге. Арнайы Тараздан келіп отыр деп айтсақ болады. Қазір самолеттан, тікелей ұшақтан осы жерге келіп отыр. Сізге рахмет, Елдос мырза. Ел ағасы болып, алтын көпір болып жүре беріңіз футболшылар мен біздің арамызда. Келесіде кіммен келесіз? Бұйыртса алып келе береміз, ептеп бәрін жай-жай. Иә. Таразды енді мына жақта насихаттайық дегенім ғой. Жоқ, Премьер-лигаға шығарып жіберейік. Бұйыртса, болмаса Абзалды алып келейік бұйыртса, Бейсебековті. Сөйтіп жай-жай бәрін үйрете бермейміз де, мұқадан міне. Айлығын қанша екенін айтатын адамды алып келсеңізші. Бұйыртса, алып келеміз оны да. Жақсы, өте әдемі сұхбат болды. Мұхамеджан, негізі. Мынау Фон Тимда аудитория жақсы бізде. Мынау сені басқа жағынан, басқа қырынан танып жатыр да. Одан сайын аудитория сені біліп, бұл жақсы ғой негізі, халықпен қарым-қатынаста болған. Сәттілік, Астана мен мақсатыңа жет, Чемпиондар лигасына шығып, сенімен мақтанып отырайық. Және Тараз өзінің командаңа да Премьер-лигада көргіміз келеді. Тақымың талмасын. Тақым талмасын. Палуан.